Қаскелен қаласының еріктілері біздің жалпы ауданда иттерді соятын жердің бар екенін естіп білген болатын. Өз күштерімен сол орынды тапқан болатын. Бүгін міне сол жерді түсіруге келіп отырмыз. Мына жерді естіп едік бар екенін, бірақ қай жерде орналасқанын білмедік. Енді кеше ғана сол жерді таптық. Ол жерде иттерді сояды, иттердің етін сатады. Жүрміз, мына жерде иттерді ұстаған. Журналистер келіп жатыр, бәрі шешіп жатыр. Мына жаққа иттер отырған, мына жаққа иттерді отырғызады. Тамақ, су енді болмады, сухой нан болды, жатты. Міне мына жерде иттерді сояды. Мына жерде жағымсыз иісті байқауға болады, біраз уақыт бұрын осы жақын арада. Кеше ғана сойған шығар, өйткені анда бастарды таптық, олар свежий бастар енді. Сол үшін кеше ғана сойған шығар. Міне мына жерге иттерді іліп қояды. Мында пышақтар бар. Пышақтар көп. Міне, түсіріп алыңыз. Пышақтарды өткір қылу үшін қайраған. Мына жерде де иттер жатты. Кеше мына жерде иттер жатты. Вот они все собаки. Мында біз кеше 18 ит таптық. Ол бәрі иттерді волонтерлар алып кетті приюттарға. Ана жерді көрдіңіз ғой, сол жерде иттерді сояды. Содан кейін бастарын, аяқтарын мына жерге алып келеді, көме салады. Ол етін содан кейін олар сатады. Байқағанымыздай бұл жерде иттер қатыгездікпен өлтірілген, бас сүйек сирақтарын таптық. Оны жаңағы видеодан көрсе болады. Осыған қатысты органдардан жауап алатын боламыз. Қазір хозяин табамыз, уточнить етеміз, кімнің жері, кім айналысты, ары қарай уже шара қолданамыз хозяина өшердің. Иттерді мына жерде скотомогильник жасап, өлтіріп көмген ғой, соны қазір хозяин уточнить етіп, ары қарай данный информациясын береміз.